20 миллион. Ұлы мәртебелім, қалай айтушы әлгі? Сонда біз осыған бола аяқ састып жұмыс істегеніміз бе? Котолкан осы уақытқа дейін сенің ақыңды жеген емес, Кано. Оны жақсы білем. Менің айтпағым, жаңа қарулар мен менің ақылым, және бум. Сыртқы әлемдегі толассыз азамат соғысын қабыл алыңдар. Мен біраз демалып алсам болатын шығар, Сен Мелинаның қай жерде екендігін жақсы білесің. Оның барлық көтеріліс әскерін қосалғанда шамамен 50 адамнан кем емес. Мен оларға соққы беруім керек, дереу соғысты аяқтау қажет. Әйтпесе күшіміз әлсіреп барады. Дұрыс, қалай, бір мәмілеге келдік пе? Не болып қалды, Дивора? Ұлы мәртебелімнің уайымдайтында еш нәрсе жоқ. Қиындықтар алда, маған қалдырыңыз. Қане, Котолканға жол ашыңдар. Таркатандар орында, сіздің бұйрығыңызды күтіп отырмыз. Бұйрық берілді, қымбатты Таня. Экипажды тоқтату қиын емес, ал патшаны өлтіру не дегін келіп тұр? Сізде бар, бірақ пайдаланғыңыз келмейтін нағыз күшті талап етеді. Оны қолдану оңай дейсің бе, Рейн? Маған шамалы уақыт керек. Бұл күшті ертерек бағындырып үйренгенімде ғой. Жаңбыр жауатын уақытты таңдамайды. Ол маңызды емес. Егер Кано біз айтқан істі орындап шықса... Қане, алға! Ренжіме, бұл менің жұмысым. Сенің сатқандығың маған ауыр тиді, Кано. Көмек көрсеткендігің өтірік болғандығы ма? 50 миллион теңгеңді көтіңе тақ. Мелина сенің басың үшін маған 2 есе төлейді. Сен менің тырнағымның кіріне де татымайсың.
Сен эдениялық Таня емессің бе? Жартылай, сен мен туралы не білесің, Котоль? Мелинаны босатқан жандарды ешқашанда ұмытпаймын. Оның бар болғаны Эденияға бостандыға бергісі келді, ал сен одан бас тарттың. Егер сыртқы әлеммен біріксе, жауға тізе қосып қарсы тұрады. Сен ешқашан оларды біріктіре алмайсың. Сендер шығарып жүрген бүлікті тоқтатсам болды. Расымен Мелинаға сеніп жүрсең, онда ақымақ екенсің. Тағы да маған кедергі жасап жүр, бірақ бұл соңғы рет болмақ. Мелина! Каноға сені өлтірсін деп бұйрық берген мен, сұр жылан. Эдениялықтар жартылай құдай санап жүрген. Тағы да біреуі. Мен Аргустың ұлы. Ақымақ қарапайым халық құдай санап жүрген жан мен емеспін. Мелина сенің түпкі ойыңды білетіндігіне сенімдімін, Аргустың ұлы. Қазір саған алаяқтық пен құдайдың айырмашылығын жақсылап түсіндірем. Қазір сен өлесің. Енді оған залал келтіре алмайсың. Бірақ мен келтіре аламын. Әкем Шаоканның нағыз мұрагері ретінде мен Мелина, сыртқы әлемнің нағыз билеушісімін. Сенің басыңды алуға бұйырамын. Бүгін онсыз да біреудің басы алынады. Сен өзіңнің сатқандығың үшін жауап бересің, Мелина. Өз қаныңмен. Сені өз қолыммен тозаққа аттандырам. Ұлы мәртебелім, не көрдіңіз? Кішкентай күшік қаһарлы арыстанға айналыпты. Қона салысымен бірден бөлінеміз. Джеки екеуміз оңтүстікке барамыз. Сендер батысқа қарай. Мына жерде солтүстік ақпанның алдында жолығамыз. Сосын не істейміз? Алып қашамыз ба оны? Егер қарсыласса, олай да жасаймыз. Меніңше, ол сөзсіз қарсылық танытады. Уайымдама. Егер солай болып жатса, Саб-Зероны жеңу қатты қиын болмас.
Ұлы шебер, сіздің бұйрығыңыз бойынша қорғаныстың алдыңғы шебі кері шегінді. Және біздің аумақта 4 бейтаныс адам жүр. Ендеше, қонақтарымыздың көңілін көтерейік. Сонымен мен осында қалам. Сен екеуің мына жаққа қарай барыңдар. Неге тұрсыңдар? Дайынсың ба? Ей, жармес, сен! Ей, сен! Бізбен бірге! Бұл жерге шақырусыз келетіндей, не түрткі болды? Ұлы шебер, сіз бізбен бірге баруыңыз керек. Мен сержант... Менің сендермен бірге баруым керек пе? Еш дәрменсіз қоршауда қалдың. Сенің қолыңнан не келеді? Әкем сізге әрдайым құрметпен қараған, Сабзиро. Ол жай ғана сізбен сөйлескісі келеді. Сөйлескісі келе ме? Оның қолынан басқа не келеді? Бопты, ақыры жай айтқанға көнбейді екенсің. Алға! Тоқтаңдар. Кассандра Кейдж. Мына жасақтың басшысы болғанымен олар саған бағынбайды екен. Анаң не істер еді? Уақыт жоғалтпай сенің сыбағаңды берер еді. Шешеңе өзің ойлағаннан да қатты ұқсайды екенсің. Өз қабілеттерің арқылы менің ниетімді байқауың керек еді. Такеда Такахаши. Кенши саған қабылдауды үйреткендігіне сенімдімін. Әкем маған көп нәрсе үйреткен, ұлы шебер. Оны қазір көреміз. Сен әлі әкең сияқты емессің. Оған әлі ерте. Қап, бұл жерге келуіңнің өзі мені таң қалдырды, Джаклин Брикс. Маман, Брикс. Әскери этикет сендердің отбасыларыңа әбден сіңген. Мен әкеме ұқсағам. Сіздерді дос екен деп жүрсем? Екеуміздің де тағдырымыздың бір бөлігі қараңғылыққа толы. Өзіңе тым қатал қарама, маман Брикс. Алдамшы соққы бәрекелді. Кун Цин, достарыңмен көңіл көтерген дұрыс, бірақ оларға дөрекілік танытпа. Тым болмаса бір жолдасың пайда болғанда сөзіңді есіме түсірермін. Жасанды батылдық саған жараспайды. Жоспар бар ма? Сабзиро, бәлкім сөйлесіп көреміз. Ол мүмкіндіктен өздерің айырылдыңдар. Жаңа жоспарың бар ма, Кей? Сол үшін баспен істеу керек еді, жарты бас. Егер бізді өлтірсең, өзіңе де жаман болады.
Бәлкім солай да шығар. Чу, тәңчен. Және бұл іске асты. Сонда бұның бәрі жай ғана? Дайындық жұмыстары. Қалайша байқамай қалдық? Кассандра Кейдж, сен және сенің достарыңнан бір нәрсе шығады. Бірақ алдымен ұйымдаса жұмыс жасап үйренулерің керек. Әйтпесе сәтсіздік күтіп тұр. Шамасы бұл жер сендерге ұнаған сияқты. Линкой бізді оңай тоқтатты. Сенің кесіріңнен линкойліктер көтеніңнен жақсылап тұрып теуіп із қалдырған жоқ па сағанда? Болды, қойыңдар. Мен үшін барлығында жеңіп бастыңдар. Генерал Блейдтен жаңа бұйрық түсті. Шұғыл хабарлама. Сыртқы әлемнің адамдары осында, жер патшалығында жүр. Шабуыл ма? Мүмкін емес. Сіз қорықпайсыз ба, Кейдж мырза? Сырт жақтыкілермен мәселені шеше аламын. Сонымен олар қай жерде пайда болды? Өткел бірнеше сағат бұрын пирсте ашылды. Шамамен 5000-ға жуық босқындар болды. Сыртқы әлемде азаматтық соғыс болып жатыр. Егер жер патшалығына олар келуге тырысқан болса, жағдай мәз емес. Сендер жүре беріңдер. Линкоймен болған жағдай үшін сағынсынбасын, ұлым. Айтуға оңай. Рахмет Кенши, Кейдж мырза екеулеріңіз бізге қосылсаңыздар деп едім. Сержант Кейдж, өз құрамыңның жанында қал. Бұл Ли Мэй, өз халқының амандығы үшін жер патшалығынан көмек сұрай келіпті. Ауылымыз Сундо нағыз қан сыраған соғыс алаңына айналды. Ал біз өзіміз әрең аман қалдық. Соғыстың аты соғыс. Сіздерді ренжіткім келмейді әрине, бірақ сыртқы әлемдіктер соғысты жақсы көруші еді ғой, әлде олай емес пе? Қазір басқаша. Көтерілісшілердің басшысы Мелина ерекше қаруға ие. Бір ғана соққымен бір тұтас әскерді жойып жібере алады. Бұның еш маңызы жоқ. Бұл шайқас емес. Қолындағы қару туралы тағы не айта аласың? Дөңгелек алтыннан жасалған ортасында жақұт тасы бар. Мелина еш көздемей-ақ жан-жағының бәрін жайпай алады. Міне керемет. Дәл қазір емес, сержант Кейдж. Оның қолында тұмар екендігі анық. Ұлы мәртебелім тездетіп алауыздықты тоқтатпақ ойы бар. Оны қолдап қорғаған жандардың бәрі өз ақыларын әлі өтейді. Егер мен ойлап тұрған тұмар болатын болса, ендеше біздің де жағдайымыз мәз емес. Әлгі Шиноктың тұмарын айтып жатырсыздар ма? Ол туралы ешқандай да мәлімет жоқ. База, сейф бәрінде. Арнайы күштер мен шаолиньдер де ол туралы ешқандай мағлұмат таба алмай жатыр. Мен оған көз жеткізуім керек. Сонымен бұл жер жаман емес сияқты. Сен маған бізбен бірге келген жер патшалығының бір адамын есіме түсірдің. Ол да әзілге тым жақын еді. Мен сияқты сымбатты ма? Негізі ол да жер адамы, бірақ бір көзі қызғылт түсті ұшқын береді. Кім туралы айтып жатыр? Кенши, сен Ли Мэймен бірге барасың. Мен босқындар алаңына барамын. Қашып кетпей тұрып оны ұстау керек. Мен де бірге барайын. Флэк полковникпен алаңның қорғанысы туралы ақпарат жина. Не үшін? Бұл іске сенің араласуға хақың жоқ. Сізбен барамыз ба? Жоқ, Котолканмен байланысып Ли Мэйдің сөзі рас па жоқ па соны тексеруім керек. Ал сендер сыртқы әлемге барасыңдар.